Бірде нағашы әжемнің үйіне бардық, мамам екеуміз. Ес білгелі анашым қыздарының үлкені болған соң ба әлде әкесі марқұм: «Ақ Шолпан, саған ырысымды беріп барам. 2 қалтаң болсын, айналайын қалқам. Бірі өз қалтаң, семьяңның, екіншісі ұры қалтаң. Ұры қалтаңнан анда-санда бауырларыңа беріп қой. Бауырларың жалақтап біреуге алақан жаймасын. Көрімде өкіріп жатпайын. Мен олай-бұлай болып кетсем, дорбаңнан ауысқанын бауырларыңа берерсің» деп өсиетін айтып кеткен. Содан болар, анашым әкемнен кейде жасырып береді, кейде қашырып береді. Бірде әкем: «Менің кеше алған жемпірім қайда?» деп мамамнан сұрады. Мамам тілін тістей қойды. Өкіні інісі келіп: «Шолпан, мына жемпір күшті екен. Бүгін бір досым армиядан келіп еді. Бір киіп келсем бола ма?» деді. Нағашы ағам үстіне жемпірді кигені сол еді. Өңі ашылып шыға келді. Мамам інісіне сүйсініп қарап: «Көке басау, қандай сұлу едің. Папамнан айнымай қалдың ғой» деп босап, бауырын құшақтап, бетінен сүйіп: «Кие ғой, өзіңе құйып қойғанда екен» деді. «Жездем ұрсып жүрмей ме?» деді інісі кібіртіктеп. Анам басын шайқады. Енді әкем дәл сол жемпірді іздеп жүр. Мен үндемей кітап оқып отырмын. Бір кезде ашуланған папам анашыма қатты дауыс көтеріп ұрысты: «Мен оны қаладан, складтан сатып әкелдім» деп бастап келе жатыр еді. Мамам әкемнен айнымай қалды: «Шаңғытжан, қойшы, сол жемпір үшін ұрыспайық» деді. Папам нағашы атамды қатты сыйлайтын, әрі именетін. Ақ папам нағашы атамды солай айтатынбыз. Әкемнің анашымды алып қашып кеткеніне ырза болмаған. Себебі атама үзеңгілес досы: «Ысқақ, мен мына өмірді жақын арада кетем. Саған деген аманатым Шолпан жанды ұлыма бересің. Аманатыма қиянат жасама» деп өлер алдында айтып кеткен. Ал менің әкем мамамды алып қашып кетіп, атам содан әкеме ренжулі болатын. Содан болар, кім білсін, анам атам туралы айтса, әкем тілін кесіп тастайтын. 2 дорба тәтті пәттімізді алып, мамам екеуміз нағашы әжемнің үйіне келдік. Далада нан жауып жүрген нағашы жеңешем 2 иығын жылып жеп тұрған самауырын ілезде үйге келіп, дастарханды біз әкелген тәттімен жайқалтып жіберді. Мәре-сәре болып отырғанбыз. Үйге әжемнің тағы бір келіні қызын құшақтап келді де: «Өлә, жаман емес қой жағдайларыңыз. Біз отырмыз анда аш боп» деп ернін сылп еткізді. Сол кезде ешқашан келіндеріне дауыс көтеріп сөйлемейтін әжем жаман көзімен атып қаратты: «Түйт, жағың қарсысын. Не жұртты шақырып отырсың? Қатын ашпын десе, елде жұрт болады. Қараң қалғыр мыңғырған малдарың тұрып осы несей?» деп әбден ұрысты. Келіні: «Апау, мынандай апельсинді біздер тек жаңа жылда көреміз ғой. Соны айтқам ғой, әйтпесе Құдайға шүкір ғой, аузымыздан ақ майымыз ағып отыр» деп сақылықтап күлді. «Шүкіршілігіңді ұмытпайын алайын. Аштық жылында да халық ашпыз деп айғайламады. Жақсы сөз сөйлей үйренейік» деді. Бұл күздің мезгілі болатынды. Сол жылы қыс қатты болды. Папам жаны шырып апыл-ғұпыл киініп жатыр. Мамам болса: Құдай-ай, бауырларымды несібелерінен арыла көрме» деп жылап жүр. Әкем 3 күннен соң ауылдан келді. Құр сүлдер қалғандай ұнжырғасы түсіп: «Өмірімде бұлай жыламаған шығарым. Қарау мүмкін емес. Жылқылардың барлығы судың ішінде қатып қалған. Бәрі кетті. Тек бір құлынды алып қалдық» деді. Есіме нағашы әжемнің сөзі түсіп кетті. Нағашы жеңешемнің тілі ащы болатынды. Пейілінен тапты. Бұл әңгімені не үшін айтып отырмын ағайын? Кеше ауырып жатып бір порталдан «Қазақ аналары аш» деген мақаланы көріп қалдым. Оқып құлазып кеттім. Қолдарына қағаз ұстаған әйелдер «Мен ашпын» деп айтып жатыр. О, Құдайым-ау! Әй көке бастар, не жамандықты алыстан шақырып жатырсыңдар? Сендерге өзі не көрінді? Карантиннің болғанына 1 айда болған жоқ, жалақтап шыққандарың не мынау? Өткенде мен осындай әйелдердің жаман энергиясынан ауырып қалған екенмін ғой деймін іштей. Ей әйелдер, сендердің неге ниеттерің бұзылып жатыр? Не көрінді қара бастарыңа? Ашпыз деп сонау зұлмат жылдарында да аналарымыз айғаламады ғой. Малдың терісінде қайнатып іштемес пе? Сонау соғыс кезінде 1 уыс бидай үшін сотталып кетеміз деп аналарымыз қан майдандағы күйеулер үшін аш отырса да ашпыз демеді ғой. Неден осыншама біздің қазақ әйелдерінің пейілдері тарылып барады?
Олардың байлары бола тұра, неге ашпыз деп дүйім елдің алдында қазақ деген қайсар ұлтты жер қылады? Уа халайық, ашпыз деген әйелдерді басудың орнына неге жаман жұтты шақыртып отырсыңдар? Не көрінді сендерге? Әжем марқұм қатын құтырса жұт болады дейтін еді. Әлем аты жаман індеттен қалай арыламыз деп жатса, жардай болып семірген қазақ әйелдері плакаттарын ұстап ашпыз дейді. Мен 3-ші күн болды аш ішпегеніме. Тамақ батпайды. Ештеңеге зауқым жоқ. Италияның жайын көріп жылайым, қорқам мен мына індеттен. Күніге Еуропада 1000-нан аса адам қырылып жатыр. Олар аштықтан қорқып отырған жоқ. Олар аштыққа шыдаймыз. Мына індеттен сақташы Құдай деп үйлерінде жалбарынуда. Расында мына әйелдердің пейілінен қорқайын дедім ағайын. Бір сәтке планетаны тоқтатып түсіп қалғым келеді.